Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сметаник пирогының шоколадный сметаник түрін жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің алға қойған мақсатым 10 000 подписчикке жету. Сондықтан да видеоны жай ғана көріп кетпей, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала алғысым шексіз. Ең алдымен сметаниктің тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 100 грамм бөлме температурасындағы сары май керек. Және де бір жұмыртқа саламыз. Үстіне 30 грамм сахарный пудра және 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Артық ұн қолданбаймыз. Мен осындай тәттілер пісіру үшін үнемі осы закрома майын қолданамын. Өте керемет сапасы, сіздер де қолданыңыздар. Дайын болған тестамызды жарты сағат морозильникке қоямыз. Енді сметаник пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм шоколад керек. Мен Қазақстан шоколадын қолданып жатырмын. Және де үстіне 70 грамм сары май салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Ерітілген массамызды біркелкі етіп араластырамыз. Ерітілген шоколадымыздың үстіне 400 грамм 20% сметананы саламыз. Үстіне 3 жұмыртқамызды салып шығамыз. 100 грамм құмшекер мен 25 грамм какаоны салып, жақсылап араластырамыз.
Ал енді пирогымызды пісіретін формочкамызды дайындаймыз. Астына осылай пергамент қағазын төсеп аламыз. Мендегі формочканың диаметрі 22 дециметр. Тестамызды алып азғантай ұнмен жайып аламыз, одан кейін формамызға орналастырамыз. Жан-жағын бортик етеміз. Тестамызды формаға орналастырып болған соң, үстіне сұйық массамызды құямыз. Сұйық массамызды құйған соң, жан-жағындағы тестамызды біркелкі етіп, қолдың көмегімен басып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 40-45 минут пісіріп аламыз. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Менің қазір YouTube арнамда 1000-нан аса подписчигім бар, және осы подписчик санын 10 000 подписчикке көбейту мендегі алға қойған мақсатым. Сондықтан да видеоны жай ғана көріп кетпей, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Күн сайын арнамда жаңа рецептер, сіздермен бірге болған Тоғжанның асханасы. Ас болсын, үйде жасап көріңіздер.